Сәлеметсің бе? Қалың қалай? Жаңа ертегіні тыңдауға дайынсың ба? Қандай ертегіні жалғастырсақ екен? Кел, мен саған бүгін кәмпитші атаның сиқырлы кәмпиттері жайлы ертегі айтып беремін. Қане, жақсылап жайғас. Мен ертегімді бастаймын. Бір заманда сиқырлы ауылда бір керемет дүкен болыпты. Ол дүкеннің иесі ақсақалды, мейірімді кәмпитші ата екен. Оның дүкенінде түрлі түсті кәмпиттер жарқырап тұр. Кәмпитші ата күлімдеп, «Қош келдіңдер, балалар. Менің кәмпиттерім тек қана тәтті емес. Олар сенің арманыңды орындайды». Сөйтіп, балалар дүкенді аралап кетеді. Ал кәмпитші ата болса, мейірлене күліп, балаларға қарап тұрады екен. Ал келесі күні бір жағдай болады. Қандай жағдай екен? Ауылдың іші тып-тыныш. Балалар ойнамайды, күлмейді, барлығы мұңайып жүр. Не болып қалды екен? Аяру деген кішкентай қыз көзі жасқа толып, «Мен енді қиялдай алмаймын», дейді екен. Ал оның досы Томпақ та басын шайқап, «Мен де армандарымыз жоғалып кеткен сияқты ғой». Екеуі әңгімелесіп тұрған кезде кәмпитші ата дауыстап балаларды қасына шақырады. Бәрі жиналған соң кәмпитші ата қамыққан дауыспен былай дейді: «Балалар, бұл түнек патшасының ісі. Ол біздің армандарымызды ұрлап кетті. Бірақ бір үмітіміз бар. Біз ең соңғы сиқырлы кәмпитті тауып, армандарды қайтаруымыз керек». Аяру мен Томпақ сиқырлы кәмпитті іздеп жолға шығады. Олар қалай жүру керектігін білу үшін сиқырлы картаны ашады. Аяру алдымен сөйлейтін орманға барайық, дейді. Ол неге сөйлейтін орман екен? Өйткені ол орманда ағаштар сөйлейді екен. Ол екеуі сөйлейтін орманға келіп, ағаштардан жол сұрайды. Ал ағаштар болса, оларға жол табу үшін жұмбақ шешіңдер, деп дейді екен. Үнемі қозғалады, бірақ жүрмейді. Бұл не? Ол не болды екен? Сен білесің бе? Үнемі қозғалыста болады, бірақ жүрмейді. Аяру мен Томпақ шешер ме екен бұл жұмбақтың жауабын? Қане, ертегіні әрі қарай тыңдайық. Томпақ сәл ойланып, «Ол сағат», деп жауап береді. Жұмбақтың шешімі сағат екен. Ағаштар болса, «Дұрыс, жол ашық», деп ары қарай жол нұсқап жібереді. Ал екеуі ары қарай қайда барады? Екеуі келе жатып, алдарында үлкен өзенге тап болады. Ол өзен жай өзен емес. Ол өзен күлкі өзені деп аталады. Аяру ары қарайды, бері қарайды, бірақ өзеннің үстінен өтетін көпір жоқ екен. «Бұл көпірдің үстінен қалай өтеміз?» дейді Томпаққа. Сол кезде өзен гүрілдеп жауап береді: «Мені күлдірсеңдер ғана өткіземін», дейді.
Томпақ өте әзілқой бала ғой. Ол қолынан келгенше әзіл айтып, өзенді күлдіруге тырысады. Не деп күлдірді екен өзенді? Ол өзенге былай деп айтады. Неге? Балық сабаққа келмеді. Себебі судан шыға алмай қалды. Ал өзенге бұл әзіл ұнап, ол қарқылдап күледі. Сол кезде көпір пайда болып, Аяру мен Томпақ өзеннен өтіп кетеді. Өзеннен өтті. Енді олар қайда тап болады екен? Сиқырлы картаға қарап отырып, олар бір үңгірге келеді. Үңгірдің ішіне кірсе, ішінде үлкен басты, дәу айдаһар отыр екен. Ол айдаһар не істеп отыр үңгірде? Әрине, Аяру мен Томпақ іздеп жүрген сиқырлы кәмпитті күзетіп отыр. Аяру батыл түрде айдаһарға былай дейді. Біз арманымызды қайтару үшін келдік. Бізге қайтып бер. Ал айдаһар былай деп жауап береді. Шын таза ниетпен келгендерге ғана қайтарамын, дейді. Аяру мен Томпақ бірігіп, қолдарындағы бар нәрсемен айдаһарға жүрек пішінді кәмпит жасап береді. Ол кәмпитті жеген адамның жүрегіне мейірім мен жылулық орнайды екен. Айдаһар ол кәмпитті жеген соң мейірленіп, сендердің шынайы тілектеріңді көрдім. Міне, соңғы сиқырлы кәмпитті алыңдар, деп кәмпитті қайтарып береді. Аяру мен Томпақ соңғы сиқырлы кәмпитті алды. Енді олар түнек патшасымен кездесулері керек. Олар әрі қарай жолға шығады. Түнек патшасы барлық балалардың армандарын қапшыққа салып, сол қапшықты ашуланып ұстап отыр. Неге менде бақыт жоқ? Неге тек балалар ғана армандай алады? Деп ашуланып отырады. Осы кезде Аяру мен Томпақ та кіріп келеді. Олар түнек патшасының бұл сөзін естіп, мейірлене, біз саған да арман сыйлаймыз, дейді Аяру. Аяру мен Томпақ түнек патшасына бақыт кәмпитін ұсынады. Ал түнек патшасы даусы дірілдеп, көзінен жас тамып кетеді. Неге екен? Түнек патшасы кәмпитті жеген кезде даусы дірілдеп, көзінен жас тамып кетеді. Сол кезде ол жымиып, мен де армандай алады екем ғой, деп қуаныштан шаттаныпты. Жақсы, мен сендерге барлық армандарыңды қайтарып беремін, деп Аяру мен Томпаққа арман толы қапшықтарды қайтарып беріпті. Ол қапшықтарды алып, Аяру мен Томпақ ауылға қайтыпты. Ауылда кәмпитші ата да, балалар да мәз мейрам болып, қуанып, ойнапты. Аяру ойланып, ал біздің келесі саяхатымыз қайда болар екен? Ал оны, балақай, сен келесі бөлімде білетін боласың. Жақсы, сенің қандай арманың бар? Өз арманың туралы менің Инстаграм парақшамда жазып қалдырсаң болады. Армандарың орындалу үшін әрдайым жүрегіңде мейірімділік болып, және сол арманың орындалатынына сенуің қажет екен.
Жақсы балақай, мен сенімен ертеңге дейін қоштасамын. Сау бол.